жастар топырлап жүрген жоқ. Халықпен жұмыс жасау, жастармен жұмыс жасау өте бұл күрделі. Мен сенемін жастарға алашатын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Ел үшін қамжитын жарқын болашақ үшін аянбай еңбек ететін жастар бүгінгідей бастамадан қалыптасады. Сарысудан жастармен жақын танысып, жастар тест теңдеудің аясында бірге уақыт өткіземіз. Алашқа қызмет ету үшін, қазаққа қызмет ету үшін міндет от алу міндет емес, әкім болу міндет емес, бір жерде министр болу міндет емес, қарапайым адам болып жүріп ақ елге еңбек етуге болады. Мысалы, сіздер қаншалықты еңбек етіп жатсыздар қазір? Құр уақыт өткізіп келіп кетіп жүрген жоқсыздар. Сол еңбекті көрсету керек. Егер сіздер енді әркім көбінесе адамдар түрлі жасайды, бірақ мен жасап жатырмын деп айта алмайды. Біздер айтсам да өз-өзін кінәрат етіп жатыр. Сіздер туралы біз айтуға келдік. Өйткені бұл Цифринформ ақпараттық агенттігі, бұл республикалық агенттік. Бізде ешқандай қаржыландыру көзі жоқ. Қаржыландыру көзі мен құрылтайшы бас редактор ретінде өзім болғаннан кейін бізге бұл жастар орталығы біз үшін облыс әкімінің деңгейі болсын, басқа әкімдердің деңгейімен жастар орталығының директорының деңгейі бірдей. Бәрі елге қызмет етіп жатыр. Бәріміз елге қызмет етіп жатырмыз. Оны жоғары төмен деп басудың қажеті жоқ. Сол себептен сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңызды көрсетейік деп жастар біз жанбаса лапылдап аспан қалай ашылмақ деген осындай бір жақсы тәмсіл бар ғой. Сол мақсатта өздеріңізбен араласайық, көрейік, сіздердің тырыс-тіршіліктеріңізбен танысайық деп даттауға емес, керісінше сіздерді мақтауға, сіздердің жасап жатқандарыңыз көрсетуге, тірліктеріңізді паш етуге сондай мақсатта келіп отырмыз. Жастар топырлап жүрген жоқ. Міне жастар 24 бағыт бойынша Сарысудың жастарын 12 мың үстіндегі жастар қолдау көрсетіп жатыр. Соны бүкіл облыс білу керек. Өйткені бұл сіздердің шын мәнінде жасап жатқан жұмыстарыңыз, олар тек бір айлық алып кетіп жүрген жоқ. Бүкіл өмірлеріңізді, энергияларыңызды, ресурстарыңызды ардап жатырсыздар. Бүгін 24 бағыт бойынша жұмыс жасай алған адам, соны үйлестіре алған адам, бұл ертең бұдан да үлкен дайын басшы деген сөз ғой. Өйткені халықпен жұмыс жасау, жастармен жұмыс жасау өте бұл күрделі, қиын емес күрделі. Соны үйлестіру, соны бәрін бір жерге әкеліп жинау, бір жағадан бас, бір жерінен қол шығара отырып, соны үйлестіру деген сөз бұл көшбасшылық. Спорттық ойынның ерекше форматы садақ ату, әлі аудандардан бізде жолыққан жоқ садақ ату. Сарысуданның жастарымен де олардың атқарып жатқан жұмысымен де таныстық. Жастар фест ендігі қай ауданда? Пікір білдіріңіз және күтіңіз.